Шымкент қаласындағы Қонаева 2/3-тегі оқушылар сарайы. Бүгін бірінші рет келіп отырмыз. Нұргелдінің математикаға қосымшаға келдік. Себебі математикадан жақсы болғанда қалай ауызша қосып есептеп, немесе көбейту кестесін білгенге жақсы да. Енді бізге көбінесе андай текстпен берілетін теңдеулер, өрнектің мәнін тап деп жазатын сондайларға бір шешімін тауып, өз шешімін тауып үйренсе деген ойда. Тағы математикадан қосымша дополнительный білім керекті. Оған алып келдім. Математикаға ақыры несі икемі бар екен. Еш болмаса понятиясы қалыптаса берсін деген. Одан кейін тағы ойым кетіп отыр. Қазір робототехника или карате өзіне айтып көрем. Өзі қайсысын қаласа, сол екеуін біреуіне жіберем. Менің ойым лично карате болса деген, себебі бұлшық еттер ішлей, бос, өзі де бос, сылқылдап қалған бала ғой. Соған сәл бұлшық еттері қатайып, өзі де қатая ма деген спортпен айналыссам. Но главное маған, чтобы удовольствие получал от этого. Не істесе де сол үйірмеден удовольствие алса. Ал мына қазір математикаға мысалы бүгін келмеймін деп келді. Математикада как қосымша сабақ болсын деп отырмын да. Оған таңдау қалдырған жоқпын. Ал робототехника, карате, анау домбыра десе домбыраға, это уже можно, да, по желанию. А математика дәл қазір бізге надо подтянуть. Ну, вообще-то почеркісін дұрыстау керек еді, бірақ почеркісін дұрыстайтын пока уақыт сағатымен маған ыңғайлы жер таппай отырмын. Оның үстіне балдарды тастап кететін адам болмайды. Сондай ойда отырмын. Қайтып қалды. Қазір сағат 5 болып отыр. Мен терезе жууға кірістім. Жуғым келіп тұрған жоқ вообще. Неохотно. Но амал жоқ. Себебі мынаны қараңыз, мен бұндай тереземен үйде отырғанша лучше демалмай қойғаным жақсы. Бірақ мен демалып алдым. 1 сағат ұйықтадым. Ернардың қасында. Ернар қазір ұйықтап жатыр. И менде мынандай жуатын. 2 терезені жуып қойдым. Ол 2 терезе более-менее шай ішетін тамда. Спальнядағы, кухнядағы 4 терезе, 5 терезе, 6 терезе жуым керек екен әлі. В общем, 8 терезе. 8 терезені 1-1,5 сағатта жуып бітіремін деген ойдамын. Бұндай қар ешқашан жаумаған. Білмеймін, бір грязный қар жауды шынымен ше. Қары да жатыр. Осыны жуым керек. Залдың терезесін сөрттім да, сол қалған суны мына жердегі лайды алдым. Кухняның терезесіндегі мына әлі сатпақтар тұр. Оны қазір недегі посуданы жинап, болғаннан кейін жуам деп шештім. Себебі столдың үсті бардак болып жатыр. Тамақ істедім. Тамақ бірінші очередь қой, сап қоюым керек. Или меня растерзают деген ба. Да шучу, мына 2 терезен кухняны бүгін жуып қойсам, сонда ертеңге детский мен спальнянка қалады. Сонымен кім жақсы, әсем жақсы болады. Лучше бүгін қазір кухняны жинайын деп едім. Себебі мына шкафты да сөтілмегені, кухняның шкафтың сөтілмегеніне 2 аптадай болып қапты. Іші шаң болып отыр. Кәдімгідей көрінеді. Сонымен меня ждет посуда. Істейтін тірлік көп. Но я выспалась. И түнгі 12-1-ге дейін беймала жұмыстарымды істей берем. Құдай қаласа. Еще соседкама блинчик пісіріп беруім керек. Ертең құдай тамақ берейін деп жатыр. Обычно біз сөйтіп бір-бірімізге көмектесеміз. Өте жақсы келіншек. Ол мен осы Ернұрды
Ернұрды жатқызған кезде Құдай тамақ істеді, ең соңғы рет. Сол кезде бізге пирог, өзі негізі торт пісіріп сатады. Кеше Кәусар тайдың туылғанына пісірген Кәусар деген розовый тортикті сол қыз істеді. Өзі жақсы пісіреді анау-мынауды. Мен блинчик пісіре аламын, сол үшін маған блинчикті берді. Басқа соседкаге самса беріпті. Сондай. Сол үшін бүгін ләж болса ертерек барлық тірліктерді бітіріп, сол келіншектің үйіне барып, шамалы 10-11-лерде барып көмектессем деген едім. Себебі, если память мне не изменяет, ол маған келіп көмектескен. А добро надо возвращать обязательно. Ана шулап жатыр, Ернарды тұрғызып алмаса болар еді. Уже кеш болып тұрса да болады, сағат 6 болып отыр ма? Сағат 5:30 болып жатыр екен. Сондай. Қазір кухняны фужик деп жинап тастасам, кухня это самая большая проблема у всех хозяйки, по-моему. Бірақ көз қорқақ қол батыр деген мен істеп тастаймын. Нұрекең бүгін кеш келетін шығар еді таксовать етіп. Әлі далада бір-екі жер бар еді жинастыратын. Оны ертең кешкіге түс қайта Құдай тамақтан кейін көрем. Егер көмек керек емес деп жатса, онда үйдің тірлігін істеймін. Алма қақ қайнатқам кеше. Осы қазанмен қайнатам. 2 кувшин, 2,5 кувшин шығады. Балдар өте жақсы көреді алма қақты. Бұл уже келесі күні мен түнімен блинчик пісіріп, түнде душқа түсіп, түнгі 3-те жаттым. Көршінің үйіне көмектесіп келдім. Азанда оянып бала шағаның шайын беріп, төсек жинастырып, жан-жақты жинап, көршінің үйіне баруға дайындалдым. Сағат 10-да барам деп уәде бергенмін. Сосын 10-ға дейін уақытым болды. Мен тез шкафтарды жай-жайына қойып, понедельник күнге жұмысым сәлде болса аз қалсын деп үйдің жұмыстарын реттестірдім. Көршінің үйіне барып келдім. Сағат 11-ге, 12-ге дейін барып келдім. 12-ге дейін барып келіп, салат турастым. 2 салат істедік. 2 салатты істеп болып, міне көршінің үйінде мынау Құдай тамақ беріп болған соң баласының тұсауын кесті. Баласы 1 жасқа толған жақында. Аз-маз посудасын жуып, көрші келіншектермен үйге қайттық. Үйге барып, үйдің тірлігін істейміз дедік. Себебі көп қонақтары кешкісін қалады екен. Өткенде баласының туған күніне келмеген екен. Келмеген қонақтарды осы Құдайға келесіздер деп айтқан екен. Сонымен олар кешке туған күн тойлайтын болды. Палау өте керемет болды. Бір салат, ачы салат қосып жегенге бергім келетін. Бұл Алинұр деген жігіт. Алинұр жігіт Айбашын құрбым. Естелік болып осы жерде тұрсын.
Құдай тамаққа барып келдік. Абайласа өз жеріңе қадамасай. Аман есен өткізіп алдық. Қазір үйінде қонақтары бар. Кішкенде ойдан видеодан үзінді кестік. Баласы 1 жасқа толған. Соны тұсауын кесті. Ал менің жігіттерім мынандай күшті жұмыс істеп жатыр. Бұны біз мына жақтағы лайға тасуымыз керек. Біздің көшемізде лай. Көшеміз қаз бұзып кеткен. Қаз. Міне. Осы жерде машина кіріп шыққанға әдемілеу керек біз. Ал Нұргелді оны тасиды, мен мына жерді сыпырам. Себебі көшедегі лайдың бәрін алып кірген. Мына жерде туалетті сыпырам. Сонымен жұмыс қараңғы болғанша жұмыс істейміз да кейін үйге кіреміз. Балдарды жуындырамыз. Ау, сесің ба? Не дейсің? Нұргелді демалып істе, мақма балым. Осылай бұлай қарай төсей береге. Мына жаққа қарай. Мына ямадан бастап бұлай қарай төсейін деп отыр. Қараңыздар, құнымыз. Қастастың қасымыз. Сарырда. Қарайсың. Қарасаңыздар. Азып көтігі істейм ба? Сол көтігі қиықты. Не тас. Ши. Не қарасыңыздар. Сонда жетті ғалифауын әкті. Кәт. Көңізді ма? Мына біздің бәпетайымыз. Мына біздің айне аканиғымыз. Аканик. Ең мықты аканик. Жұмыс істейді. Мына біздің қызымыз. Жазды ма? Жазды бат. Мақ бұйып месал. Мынаның әлі жартысы бар. Мен белім айналып кетті. Бірақ главный мына жерді сыпырдым. И туалетті сыпырдым. Осы ойымда жүрген істеліктердің бірі осы еді. Демалыс күні істеп қоймасаң. Вообще апта ортасында бұндай жұмыс істеген келмейді. Жер үйдің тірлігі бітпейді. Мынаны шамамыз келгенше төседік. Мынаны ерні төсеп жатыр. Камазикмен енді мына жерге Нұрекең жайса болды. Мына жақ тегістесе балдар ойнап жүр. Кеше бүгін күн жақсы жылады да жер кепті. Жер кетпесе бәлкім бүгін де сыпырмас бедім. Бірақ сыпырсаң, зато енді меха қарай лай кірмейді. Мына жерге төсеп қойдық, главный. Енді бір нелердің бірі мына дарбазаны жуу болып жатыршы. Өткенде жауған қар бұған да әсер етті. Кәдімгі лай қар жауды да. Цветі даже өзгеріп тұр. Енді осыны бір